Қаймақ жеген адамға не болады? Қаймақ жай тағам емес, дәруменге толы супер тамақ. Қаймақ сүттің ең майлы әрі нәрлі бөлігінен алынатын өнім. Бүгінде кей адамдар оны майлы зиян деп ойлап, дастарханнан ысырып тастайды. Алайда нағыз табиғи қаймақтың пайдасы күткеннен де көп. Миға күш, жүйкеге тыныштық береді. Қаймақта В тобы дәрумендері мол. Бұл заттар ми қызметін жақсартып, есте сақтау қабілетін арттырады, ашушаңдықты басады, жүйке жүйесін қоректендіреді. Кальций мен сүйекке таптырмас азық. Қаймақ құрамындағы кальций, фосфор сүйекті қатайтып, тісті берік етеді. Бұлшықет жиырылуын реттейді. Әсіресе балалар мен қарттарға өте пайдалы. Гормонды теңестіреді. Қаймақ майда еритін А, Д, К дәрумендерінің табиғи көзі. Бұл дәрумендер гормон өндірісіне, тері мен көздің саулығына, иммунитетке қажет. Ас қорытуға көмектеседі. Табиғи қаймақ ішекті майлайды. Ас қорыту процесін жеңілдетеді. Іш қатуға, асқазан қыжылына қарсы қолдануға болады. Шектен аспаған жағдайда энергия мен салмақ қосқысы келетіндерге көмек. Қаймақ жоғары калориялы тойымды өнім. Салмағы аз адамдарға ауыр жұмыстан кейін қалпына келу үшін өте пайдалы. Тері мен шашқа сұлулық береді. Қаймақтан жасалған бет маскалары теріге ылғал, жұмсақтық береді. Құрамындағы майлар мен дәрумендер шашты қоректендіріп, түсуін азайтады. Бірақ есіңізде болсын, қаймақты мөлшерімен тұтыну керек. Күніне 1-2 қасық жеткілікті. Дүкендегі қаймақ деп сатылатын өнімдерде кейде өсімдік майы, қоспа көп болады. Сондықтан табиғи ауыл қаймағын таңдаңыз. Қорытынды. Қаймақ тек бауырсақпен жейтін дәм емес. Бұл ағзаға дәрумен мен қуат беретін табиғи супер тағам. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің жай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.